Сіздің бизнесіңіз үшін маркетолог маманы қаншалықты маңызды? Менің жасаған продуктымды сату арқылы сонда сен неге 50% алу керексің деген сияқты. Оның барлығы мен жасап жатырмын ғой деген сияқты. Осы уақытқа дейін қалай болды бізде мысалы кафе ашсын, любой бизнес ашса, маркетингтары мы открылись деген жазудан бітеді да. Менің өмірімдегі ең қатты прогресс болған жыл, ол мен шынымен кітапты өте көп оқыған жыл екен да, прям. Мына оқымысты болып кеткен ба? Өтірік нәрсе да. Бізде не өтіп жатыр, соны ұра беру керек та. Кәсіпкердің өзінің кәсібіндегі негізгі жұмысы қандай болу керек? Сапалы жасап жатқан, кәдімгідей кірісіп жатқан компанияларда аз ғой негізі. Маман болып қалыптасып қалмау керек та. Айына енді рекламаның өзіне біз шамамен 1-2 миллиондай қаражат жұмсаймыз. Любой жұмысты істей аламын, и мен істеп көргем. Блогерлермен жұмыстың плюстары да бар, минустары да бар да. Ассалаумағалейкум, байланыста заманауи кәсіпкер Бақытбай Сабырбеков. Бүгін біз Инстаграм арқылы кәсібін жүргізіп, дамытып, основной продажаны Инстаграм арқылы істеп, айына 5 миллион теңге таза табыс тауып кәсіпкерлермен өте мықты әңгіме ететін боламыз. Бүгін бізде қонақта Самат мырза, Шалқар мырза. Мына нәрсе қызықты маған. Сіздер басында негізі серіктес емес едіңіздер, де? Біреуіңіз владелец, біреуіңіз сотрудник едіңіздер, иә? Қалай серіктестікке шықтыңыздар? Сіз бастаңыз. Басында қалай болды? Мен өзім бір жігіттермен серіктес болып бастағам негізі. Самат Ажибеков, кәсіпкер. Еліміздегі үздік зергерлік шеберхананың негізін салушы. 2 жылда 0-ден 20 миллион теңге айналым жасаған жетекші. Сату маманы, 10 жылдық тәжірибелі зергер. Джевелюкс Групп компаниясының директоры. Серіктестікке ұсыныс түсті, сосын серіктес болып бастадық. Сол кезде Шалқар мырза ол жақта жаңағы не болып жүретін. Маркетингті өзі жүргізіп, SMM-шік болып, сол жақта парақшасын дамытып жүрген болатын. Бірақ бір кездерде сондай бір момент болды, ол жақтан жұмысты тоқтатуға тура келетін болды. Сол кезде мен өз кәсібімді ары қарай өзім бастауға тура келді. Ол жақта болмағаннан кейін өзім бастадым. Сол кезде мен Шалқардың жұмыстарының результатын білем, қалай істейтін білем. Сол кезде ұсыныс тастадық, осылай давай бірге жасайық дегендей. Содан бастап кеттік. Қазір мысалға 5 миллион айына табатын болсаңыздар, соның 50-50 ма доля бөлінетіні таза пайда? Иә. 50-50, иә. Шәке, сіз изначально, то есть SMM маманы болып жұмысқа келгеннен бастап бір сондай цель болды ма? Мен совладелец боламын, немесе директор боламын деген сияқты. Негізінен келсек, енді SMM-ге дейін де мен өзім былай кәсіптің айналасында жүрген адаммын да, оған дейін енді. Шалқар Қайратұлы, заманауи кәсіпкер, 7 жылдық тәжірибесі бар интернет-маркетолог. Джевелюкс зергерлік дүкенінің негізін қалаушы, инфопродюсер. Көптеген проекттер, жобалар жасаған болатын. Жобаларды дамыту арқасында, енді кәсіпкерліктің арқасында мен маркетингке келдім десем де болады. Сол енді кәсіпке әлеуметтік желілер арқылы, осы диджиталдың көмегімен клиенттер әкелу арқылы соны өзім үйреніп, білім алып жүріп, компанияларға жұмыс істеп бастадым. Енді маркетинг услугалар болды, сол жақта маркетинг жүргізіп бастадым. Сол арқылы енді кәсіпкерлік деп те айтсақ болады да бұны. Сол арқылы мен SMM-ге келдім, сол арқылы маркетингте келдім. Енді маркетингте де сол арқылы біз Самат мырза екеуміз сөйтіп компанияның құрылуына әсер болды. Самат мырза полный производствоны, шығарылу жағын, өнім жағына жауап берсе, мен полный соның упаковкасы бар, сатылымы бар, маркетинг жағына жауап беріп, сол арқылы кәсібіміз басталып кетті. Қазіргі негізгі бизнес ол Зергерлік бұйымдар. Адамдарға арнайы жасалатын, яғни индивидуальный деп айтады ғой. Әр адамның өзіне арналған бұйымдар. Оның ішінде негізгі продукт қандай? Негізгі продукт именной клондар. Именной клондар, иә? Компанияның аты қандай? Джевелюкс. Джевелюкс нейм, да? Джевелюкс нейм зергерлік компаниясы. Мықты. Карантинде қалай болды сауда? Карантинде енді бір 50%-ға құлады негізі. Бірақ 0 болған жоқ, сотрудниктардың барлығы үйлеріне кетті, жаңағыдай удаленка жұмыс жасады. Мастерлер де солай өз столдарын алып, үйлерінде жасап, солай жеткіздік әйтеуір. Жұмыс тоқтаған жоқ. Жұмыс тоқтаған жоқ, выход таба білдік. Мынау негізгі бизнеста рөлдарыңыз, сіз маман, экспертсіз, яғни именно бұйымдар бойынша, сіз маркетинг бойынша, иә? Бір-біріңізбен жұмыс істеу ондай қиынға соқтырмай ма?
түсінбей қалатын кездер, мойындамай қалатын кездер. негізі мен осы жерде бір не айтқым келіп тұр. Бізде Қазақстанда кішкене андай партнермен жұмыс жасау деген кішкене бір қиындау да. Иә. Түсінік қиындау, себебі әйтеуір біреу лақтырып кеткен, бұрын әйтеуір сондай бір опыт болғанда бірін-біріне сену кішкене қиындау деген сияқты. Біреу келіп ұсыныс тастаса, мен осы жағынан маманмын, жақсы білем, давай бірге жұмыс жасақ, жақсы болады деген сияқты ұсыныс тастаса, анау бір сенбей тұрады да екінші адам. Өйткені как будто, то есть ол жерде еще адамның бір ішкі бір қызғанышы да кішкене рөл ойнайды да. Өйткені андай ой болады, мен өзім талай көргем. Мысалға барады, ұсыныс тастайды, ол айтады, мен сонда, яғни мен мастер болатын болсам, маған келіп маркетинг бойынша біреу келіп ұсыныс тастаса, мен айтамын да, менің жасаған продуктымды сату арқылы сонда сен неге 50% алу керексің деген сияқты. Оның барлығы мен жасап жатырмын ғой деген сияқты. Өте бір қиын түсінік та ол ше. Бізде бірақ осы қоғамда өте көп адамдарда осындай, яғни өзі бір маман бір жағын білет, бірақ дамыту жағына екінші адам келген жағдайда оған қосылып бірге жұмыс жасау қиын. Бізде данный момент енді сол бір түсініктерден енді өтіп, барлығын рөлді анықтап алдық, яғни производствоға Шалқардың мүлдем қатысы жоқ, басын қатырмайды. Мен мысалға маркетингқа басын қатырмаймын деген сияқты. Әркім өзінің рөлін біледі. Негізі мынау келісем толық, себебі байқасаңыздар, көп үлкен компаниялардың барлығы екі адамның бірігуінен шыққан да. Сондықтан толық келісем. Мынандай сұрақ, жалпы неге именно күміс алқалар, жалпы негізі неге ювелирка именно? Қайдан келді бұл сала сізге? Сіз бұл салаға қайдан келдіңіз? Неден басталды барлығы? Менің негізі әкем де ұста, атам да ұста да. Атамның ұста болған, енді мен кішкентай ес білмейтін кезде кетіп қалған ол кісі. Кейін бұл айтқан болатын ол кісі етікші болған екен. Әкем айтатын, апам андай ешкімде жоқ етіктерді киіп жүретін деп ше. Өйткені атам өзі етікші болып, өзі қолдан жасап беретін болған да. Әкем енді ол ағаш ұстасы. Яғни былай қарағанда сонда қанда бар нәрсе болып тұр да. Бірақ мен өзім зергерлікте оқымағам. Мен өзім дизайнерда оқам, яғни дизайн интерьер дейді, үйдің ішкі дизайны. Соны бітіргем, бірақ бұл жерде енді бір бұған келу бір случайно болды негізі. Как-то случайно келіп қалдық, яғни мен диплом алуым керек болған кезде мен аламда сабақтан қашып үйтіп жүрген кездер болатын. Мен диплом аламай қалам, мен үйге қалай айтарымды білмеймін да, үйге бармай қоямын. Сол күндері сол бір күні кешке көшеде кетіп бара жатып, мен параллельно оқыған, зергерлікте оқыған балдарды көріп қалам. Олар уже бітіріп дипломдарын алған. Сөйтіп сөйлессек, осындай жұмыс бар ма деп келем ол жігіттерге. Я бізге как раз не керек деді, зергерлік өзіміз жасап бастап жатырмыз, бізге полировщик керек деді. Мен айттым, жарайды, не болса да істей беремін дедім. Сонымен полировщикқа басады, ол жақта айлық 30 мың теңге болатын басында. 30 мың теңге айлықта, ол жақта ешқандай да бір енді ашып жатқан балдар, ол жақта бір ешқандай жағдай жасалмаған, условия жоқ вообще. Қап-қараңғы бір ағаштардың бары шығып тұрған, қап-қараңғы бір лампасы осы жерге шейін түсіп тұратын бір не болатын, столым болатын мен өзім. И бір полировочный аппарат болатын. Ананы полировать еткен кезде бетіңе шаң ұратын, соның барлығынан өттік. Сол жерде жүріп кішкене біраз нені үйрендім, техникаларды үйрендік. Содан уже зергерлікке деген бір интерес пайда болды да, қызығушылық. Иә, именной кулон жалпы нарыққа қарасақ дамып келе жатқан бір сала болды да. Енді бір дамып келе жатқан, өзіме просто ұнайтын. Бір күндері мен енді жасап бастаған кезде мен нарыққа қарадық, барлығы нормально жүріп жатыр, енді дамып жатқан көрдік. Сол кезде мен бастаған кезде көп адам айтатын, керек емес, жасамай қой деген сияқты. Неге? Себебі бізде енді стандартқа барлығы неғып қалған. Ол жерде бір адамдардың жаңағы несі, фантазиясы бір рамкадан шыға алмай тұр ғой, получается. Бізде не өтіп жатыр, соны ұра беру керек та. Новый нәрсеге, жаңа нәрсеге қарай ұмтылу деген нәрсе болмай қалды да ол жақта ше. Яғни қазір не өтіп жатыр, соны ұра беру. Ол кездердегі сауда тек қана ол базарда болатын да. Инстаграм деген атауымен жоқ болатын. Бірақ енді заман дамып келе жатыр, қарасақ барлығы уже Инстаграмға өтіп жатыр.
маған сол уақытта қаншама адам айтатын, инстаграмнан сатсашы, көрсеш, мынау зат. Енді мен шынымен де осы именной кулон ұнайды деп бір жүрегіммен деп барып бастаған жоқпын оны. По нужде бастағам негізі басында. Просто ақша керек болды, әйтеуір сатып бастадық деген сияқты. Қанша жыл болды сонда сатқандарыңызға именной кулон? Нақты именной кулонды бастағанымызға бір 4 жылдың көлемі болды негізі. Ал жалпы зергерлікте жүргеніме 10 жыл болды. Шәке, сіз қай жерден қосылдыңыз бұл именной кулонға? Енді бұл менің тарихына келетін болсақ, сонау 2017 жылы болды. Мен күз уақытында Нейминг деген компания болатын, зергерлік компания. Бір бауырымыз бастап, директор болып жүргізетін сол командаға мен маркетинг бөліміне командаға келдім. Сол жақты жүргіздік кәдімгідей. Енді ол кезде енді мүлдем Инстаграм арқылы жарнама жасау, блогермен жұмыс жасау деген мүлдем енді біз қарапайым кулонмен, енді кулон бағасы сол арқылы мысалы танымал жұлдыздарға шықтық та сол кезде ше. Қарапайым бартермен келісіп кеттік мысалы. Ол кезде таргеттің де бағасы өте арзан болды мысалы ше. Күніне енді шын айтайын бір 500-600 лид келетін ше. Кәдімгі алам деп тұрған лидтер ғой, аналар реквизит жіберші деп тұрған лидтер келетін ше ол кезде. Өйткені енді ол кезде де аукцион ғой, енді білесіздер, әлеуметтік желіде таргетингте бұл жақта өте аукционға салатында компания аз болды да, жарнама жеңіл, конкуренция аз. Сондай кезде болды. Сонымен маған мұндай енді спросты көргеннен кейін маған да қызығушылық арта бастады да. Өйткені товарға спрос бар, алам деп тұрған адамдар бар. Значит, бұл салада бизнес жасауға болады, үлкейтуге болады, ассортиментті де көбейтуге болады дегендей. Сонымен сол арқылы енді Самат бауырымызбен жүздесіп, бұл Самат сол кезде сол компанияға өнімді ұсынатын поставщик болды, бір сөзбен айтқанда. Ал мен сол жақта маркетинг бөлімінде болдым. Сонымен ол компания кейіннен басқа логистика компания ашылды. Сонымен ар жақтағы команда сол жаққа кетті, ал жақтағы ыдырау пайда бола бастады Неймингте. Неймингте сондай ыдырау болғаннан кейін енді осы Geolux компаниясына енді ол кішкене Саматтың да арасында бір не болып қалған сияқты сол поставщик жағынан. Сонымен біз енді Саке келіп кездесу бар деді, давай кездесейік, сөйлесейік дегенде. Сонымен бір жаңа брендтің бастауына себеп болды. Жоқ, жаңағы не болып қалды деген жерде нақтырақ не болды? Неге Неймингпен жұмыс істемедіңіздер ары қарай? Енді уже Нейминг ыдырап атқан кезі болды, өйткені ол жақта жаңа команда болды, бұрынғы команда жаңа салаға кетті деген сияқты ғой. Былай болды да, енді ойлаңыз, былай түсіндіріп айтайық, бір команда бар. Бір нақты компания бар, кішігірім. Жаңағы Нейминг компаниясы бар, и мықты құрылған команда болды да. Ешқандай конкуренцияны бір сезбейтін компания болады негізі ол ше. Өйткені шынымен де жаңа айтып отыр ғой. Кәдімгідей қарқынды дамып, мысалға. Цифр қанша болды? Ол жерде цифр енді былай мықты деген санмен қанша, оборот қанша, табыс қанша? Оборот қанша, табыс қанша? Нақты оборотқа біз ол жақта араласқан емеспіз, өйткені ол жақта оборот жағын басқа жігіт қарап жүрген да. Ілияс деген бауырымыз қарап жүретін. Бірақ енді былай айтқанда сатылым санын айтайық, бір 500 кулондай айына сатылатын. Ол кезде енді 500 кулон дегеніміз мен өзім ол жаққа келмей жатып айына бір 100 кулондай сатып жүргем да. Енді примерно елестете беріңіз, мен үшін ол деген қандай бір рост болатын. Сол кездерде бір команда болатын да, жұмыс жақсы жүріп жатты. Яғни маған ай сайынғы бізде келісім бар. Ай сайын осындай бұйым заказ береміз деген жобамен. Бір күндері екінші компания, енді ол жақта кішкене дұрыс емес бір қадам болды. Біз барлығын жасап жатырмыз, бізде барлығы жүреді деген бір сенімділікпен болар. Екінші компания ашып тайтағыны. Ең үлкен қате мына жақтағы бүкіл сотрудниктарды алып, екінші компания қойып, мына жақта жүріп тұрған жұмысқа новичоктарды жинап тастады да. Өйткені мына жұмысты жүргізу керек болды. Екінші жаңадан құрылған жұмысты жүргізу керек болды да. Мықты команданы сол жаққа апарып тастады. Вот сол кезде кішкене бір келіспеушіліктер болып қалды. Өйткені біздің басында келіскеніміз кішкене басқаша болатын. Результатқа келген кезде кішкене басқаша болып қалды деген. Ал қазір қанша кулон сатасыздар айына? Қазір бізде 1300 ең соңғы ең көп сатылым болған 1300. Бірақ қазір 1000-нан түскен емес. Бірақ сол кезден қарағанда екі есе көп, иә? Ол кезден қарағанда екі есе көп. Жақсы. Командада қанша адам жұмыс істейді? Команданда қазір бізде 30-ға жуық адам. Оның ішінде команданың өзі бізде енді әрбір компаниямыздың өрінің отдел-отделге бөлінген. Мысалы, зергерлік отдел бөлек бар, маркетинг отделі бар,
сату бөлімі бар, бухгалтериямыз бар, дизайнерлік бөлім бар, логистикаға арнайы жеке бөлім ашылған. Енді жалпы айтқанда 30 адам ғой компаниямызда. 30 адам бар. Басқару жағы қалай? Басқару жағы қиын емес пе осы адамда? Басқару жағы енді қиын деп те, оңай деп те айта алмаймын. Мысалға бізге ең қиын соққан жері, біз енді құрып бастап жатқан кезде, жаңағы мен историяны айттым ғой, қалай жұмыс бастап кеттім. Мен оған дейін мүлдем ешқандай жерде жұмыс жасамағанмын да. И бір фундаментті ешқандай жерден көріп, алып, бірдеңе түсініктерді алу деген өте қиын болатын маған. Яғни мен бір компанияларда жұмыста жүрген балалар айтады, бізде жиналыс болды дейді. Значит, мен ойлаймын, яғни компания болғаннан кейін жиналыс болу керек. Бірақ жиналыс қандай форматта болады, не үшін жиналыс болады деген сияқты. Маған соларды қалыптастыру өте қиын болатын. Қаншама мысалға енді шынымен де қалап бірдеңкені істеймін деген адам енді оған ештеңе тосқауыл болмайды деп ойлаймын. Біз әйтеуір іздейміз, оқимыз, жаңа кітаптан оқимыз. Маған Исхақ хадистің мысалға кітаптары көмектесетін негізі. ютубтан мысалға нелер қараймыз, видеолар қараймыз деген сияқты. Сөйтіп жүріп әйтеуір бір форма қалыптастырдық та. Бірақ қазіргінің өзінде біз мысалға өзіміз форма қалыптастырғаннан кейін, управлениенің формасы қалыптастырғаннан кейін басқа компанияларға негізі ұқсамайды да. Бізде бәрі свободно мысалға. План орындады ма, спокойно жүруге болады деген сияқты. Апта сайын міндетті түрде, апта сайын бір киноға шығып тұрып командамен деген сияқты. Жұмыс барысында барлығы жұмыстарын білет, жұмыстан шыққаннан кейін де бізге жұмыскерлердің мысалы жұмыс кезіндегі ғана емес, жұмыстан тыс уақыттарда да бірге дос болып жүргендерін қалаймыз да. Сол үшін сондай бір атмосфера создавать етіп деген сияқты. Әрдайым мысалға бізден бұрын жұмыс істеп кеткен сотрудниктердің өзі бір жиын болып жатса, өздері келіп, араласып, сондай бір кішігірім бір семья болып қалыптасып қалған жағдай. Қалай ойлайсыз, кәсіпкер адам жалпы бизнеста ол негізгі жұмысы қандай болу керек? Кәсіпкердің ба? Иә, кәсіпкердің өзінің кәсібіндегі негізгі жұмысы қандай болу керек? Негізгі жұмысы маман болып қалыптасып қалмау керек та. Бір мысалға бізде енді өзегі ол зергерлік болатын болса, мен өзім управлять етіп жүргеннен кейін мысалға мен зергерліктің түбіне қарай түсіп кететін болсам, онда компания дамымайды. И осыдан қорытынды, яғни кәсіпкердің негізгі жұмысы компанияның даму жағын ойлау керек та. Көп уақытты сонымен өту керек негізі. Алдыңғы шығарылымда бізде Сырымбекті ағамыз болды, ол кісі мынандай айтты. Олармен мен толық келісемін. Кәсіпкер өзінің кәсібіндегі любой жұмысты істей білу керек деп айтты. Сіз өзіңіздің кәсібіңіздегі любой жұмысты істей аласыз ба? Любой жұмысты істей аламын, и мен істеп көргем. Өйткені басында біз енді құрып бастап жатқан кезде бізде не менеджер болмаған, не мысалға мастер болмаған. Мен өзім мастерден бастадым ғой енді. Не мастер болмады, мысалға, не болмады жаңа қалай еді, менеджер болмады, клиентпен сөйлесетін, не курьер болмады. Мен сол кезде барлығын өзім істеп шыққам да шетінен. Мен тек қана міне маркетингті Шалқар бауырымызға бергенбіз. Рекламаны жіберу, қай блогермен қалай сөйлесу, қай блогермен тиімді, қай блогермен тиімсіз. Мен мысалға подписчигіне қараймын да жібере беремін да. Мүмкін мынамен істейміз, мүмкін мынамен істейміз деген сияқты. Шалқар айтады, оның аудиториясы бізге келмейді. Мынамен істемей ақ қойық, мынанікі слабы. Мен түсінбеймін ол жағын. Мен ол жаққа қарай особо басымды қатырғым келмейді. Менің басымды қатыратыны өзімнің облысым бар да. Өзім басым қатыратын облыстарым бар. Сол жаққа қарай кішкене кетемін. Бірақ мына жақта да білесіз. Бірақ ол жақта білемін, қалай жасалу керек екенін білемін. Қатты басым сұқпаймын. Ал басқа отделдардың барлығында мен өзім істеп шыққам да. Мен клиентпен өзім сөйлесетін басында. Өзім доставка жасайтын. Доставка жасаған кезде де телефонды алып сөйлесіп, осындай да осындай сізге қазір курьер барады деп айтамын өзім. Сөйтем дағыны, телефонды қоям дағыны, өзім апарып беремін да, бірақ онша. Иә, ол енді бір әйтеуір білдік, что бір күндері әйтеуір бір өсеміз деген сияқты ше. Қанша уақыт кетті өсуге жалпы? Енді қанша уақыт бұрын именно осы брендті, осы жеке бизнесті бастадыңыздар, Jewelix'ті. И соны дамытуына, команда құрылуына жалпы айына 5 миллион теңге өте кәдімгідей ақша, то есть ондай табысқа шығу үшін қанша уақыт кетті? 3 жыл, биыл 3 жыл болады негізі. Биыл 3 жыл болады. Биыл 3 жыл болады. Түсінікті. Ал Инстаграмда оқырман санын көбейтіп, сатылымды арттыру үшін қаншалықты жұмыс жасадыңыздар? Қандай фишкалар бөлісе аласыз? Шәкең айтады қазір. Инстаграмға келетін болсақ, енді бізде қазіргі күнде Инстаграм бір сөзбен айтқанда трафик көзінің бір 70-80% алып келеді деп айтсақ болады.
Енді басқа жолдар ол өзіміздің базамен жұмыс бар, одан бөлек OLX сату, басқа да мысалы маркетплейстермен де жұмыс жасаймыз. Қазір енді Аллаға шүкір Facebook бар, YouTube-қа да шығып жатырмыз, сондай пландарымыз бар. Instagram жағына келетін болсақ, айына енді рекламаның өзіне біз шамамен 1-2 миллиондай қаражат жұмсаймыз. 1-2 миллион қаражат жұмсаймыз. Оның ішіне бағана таргет жарнамасы бар, блогерлермен жұмыс жасаймыз, блогерлермен совместный коллекция шығару деген сияқты сондай коллаборациялар жасау арқылы енді бір сөзбен айтқанда кәсібімізге полный Instagram арқылы сауда жасап жатырмыз. Өйткені енді ол жақта не только маркетинг, одан бөлек ол жақта клиентпен жұмыс бар, сату бөлімі бар, мысалы клиентке цепочкалар бар ғой, бүйтіп келетін, соның барлығы бар, соның барлығына мен өзім басы қасында жүрем. Клиенттің көзқарасы арқылы қараймын да, мысалы клиентке былай жазатын болсақ, біз өз атымыздан, біз тағы бір ненің өзі біздің әлеуметтік желідегі әрбір оқырманмен жұмыс болды да. Мысалы көбіне бізде кәсіпкерлердің несі, мысалы оқырмандар кеп атады, подписчик, ол бекер подписаться еткен жоқ қой сенің парақшаңа қызыққаннан кейін. Ал ол адамға мысалы бір сәлем беріп, өзің жазатын болсаң парақшаның атын, ол адам алу вероятность жоғары да. Бізде әрбір оқырманмен жұмыс жасаймыз. Мысалы күніне қанша оқырман тіркеледі, соның бәріне менеджерлер жазады. Мысалы қайырлы күн, есім осындай менеджер, сізге арнайы жеңілдігіміз бар, мысалы қандай бұйымға қызықтыңыз деген сияқты. Сондай форматта обработканың да арқасынан біз осындай результатқа жеттік деп ойлаймын. Жалпы мынау схема қалай сіздер? Допустим, жаңа подписчик келді, ары қарай оны клиентқа өткізу үшін не істейсіздер? Бірінші контакт дайректпен кетті. Бірінші контакт дайректпен кетті. Дайректпен кеткеннен кейін біз ол оқырманға мысалы оның аты жөнін сұраймыз. Мысалы аты жөнін айтқаннан кейін ол қандай бұйымға қызыққан, мысалы давайте біз сізге тегін эскиз жасап береміз дейміз. Мысалы ол қандай бұйымға қызықты, соның эскизін біздің дизайнер жасап береді, менеджер жібереді. Ол уже адам өзіне ұнап тұрған бұйымның эскизін көргеннен кейін, мысалы күміс түрінде кәдімгі енді 3D эскиз деп айтуға келеді ғой, 3D эскизін көргеннен кейін адамның қызығушылығы жоғарылайды да. Енді сол момент слив болған клиенттерді біз қайтадан рассылка арқылы қайтадан алып келеміз, мысалы. Сондай әртүрлі инструменттерді қолданамыз. Блогерлермен жұмыс қалай болады? Блогерлермен жұмыстың өзінде енді басында мен блогерлермен барлығымен өзім келісім жасап, өзім жазып, өзім келісетінмен. Блогерлермен жұмыстың плюстары да бар, минустары да бар да. Енді плюстарына келетін болсақ, енді ол блогердің фанатский аудиториясы жақсы, енді эффект жақсы болуы мүмкін, бірақ оны нақты өлшей алмайсың да. Нақты өлшем жоқ ол жақта. Блогердің де кейбір кезде келіспеушілік болып қалады, ол сен айтқандай реклама жасамай қалады. Болмаса сен реклама жасағаннан кейін тағы сенің конкурентің жарнамалап жібереді, мысалы. Сондай келіспеушілік бар да, басқа енді Инстаграмдағы таргет рекламасынан басқа рекламаның айырмашылығы. Блогерде қазір бізде арнайы командада бір қыз бар, таза блогерліктермен жұмыс жасайды, солармен келісім барлығы сол қыз арқылы өтетін болып тұр. Соңғы 3 жылда басталғалы бері қанша подписчик жинадыңыздар? Лояльный сатып алатын, сіздердің бір фанаттарыңыз болатын, бизнестің, кәсіптің, өнімнің қанша подписчик жинадыңыздар? Қазіргі күнде бізде енді 3 парақшамыз бар, негізі зергерлік жағынан. Біз басында бір ғана брендпен дамыған болатынбыз. Артынан қазір оның ішінде әр целевой аудиторияға сай әртүрлі компаниялар, яғни әртүрлі аккаунттар ашқан болатынбыз. Мысалы бізде Jivelux деген компания бар, ода енді қазақша, орысша контент. Өйткені бізде Қазақстанда 2 аудитория бар, бәріміз білеміз. Қазақша аудитория және орысша аудитория. Қазақша аудитория мен орысша аудиторияға 2 түрлі рекламный баннерлер өтеді да, мысалы. Қазақша аудиторияға өтіп жатқан баннерің сен орысша аудиторияға өтпеуі мүмкін. Орысша аудиторияға өтіп жатқан баннер қазақша аудиторияға өтпеуі мүмкін. Сол үшін біз қазір өзіміздегі алып жатқан продуктының да неге де байланысты, ассортиментке байланысты 3 компания құрастырып қойған болатынбыз. Оның ішінде Jivelux бар, Көркем Gold деген компания бар, сосын Naming деген компания бар. 3 компанияның былайша айтқанда енді аватар клиентасы да, целевой аудиториясы да әртүрлі болып табылады да. Мысалы, Көркем Gold компаниясы бізде қазақша направление, ол жерде әртүрлі білезіктері бар, сырға, сақина, жалпы қазақша аудиторияға бағытталғанда, біз ол Көркем Gold'та да таза қазақ блогерлермен жұмыс жасаймыз. Көбіне сол направлениеге кеткен. Ал енді Naming'ке келетін болсақ, көбіне орысша аудиториямен жұмыс жасайтын, бір сөзбен айтқанда русскоязычный аудиториялар болады, русскоязычный блогерлер, мысалы қазіргі нарықтағы, солармен жұмыс жасаймыз ол жақта. Андай нәрселер бар да, көбінесе адамдар мен либо таргет жібердім, либо там не знаю, там блогерден жарнама алдым, бірақ жұмыс жасамайды деп айтады да көбісі. Себеп неде болуы мүмкін деп ойлайсыз? Енді блогерден, таргеттен де рекламадан кейін ол адамның өзінің парақшасында упаковкасы роль играть етеді да, оны қалай қарсы алғаны, келген аудиторияны. Енді таргеттің өзінде екі негізгі ұғым бар да, біреу ол сенің целевой аудиторияң, екінші беріп жатқан офферинг деген сияқты. Сол екі нәрсе ғой негізі. Любой бизнесте де сен беріп жатқан офферингмен соған керек аудитория, мысалы, соны көретін аудитория. Сол аудиторияны дұрыс таңдай білу болса, енді результат болады деп ойлаймын. Барлығы тест жүзінде болады. Біздің өзіміз енді
тестке қаншама миллион ақшамыз кетті да, шыны керек мысалы. Дұрыс емес аудиторияға жібердік, қаншама ақша сливта болды мысалы. Сол арқылы опыттың арқасында жиналған нәрсе ғой. Блогерлердан енді мысалға таргетті хорошо, біз таңдай аламыз аудиторияны таргеттатамыз. Интерестен таңдауға болады. Ал блогерді қалай анықтаса болады? Целевой аудитория бар ма, жоғын? Енді біз өзіміздің, енді бағана айттым ғой, өзіміздің де базамен жұмыс жасаймыз дегендей. Бізде енді әрбір алған клиенттің де аватарын составлять етеміз да, мысалы. Бізде қай жастағы адамдар, қандай адамдар және қай өңірдің адамдар көбірек алады дегенде бізде аналитика жасалып отырады. Отдел продажда мысалы. Мысалы, бір айда 1000 продаж жасадық, 1000 адамның, соның определенный, мысалы, мынанша адам, мынанша жастағы адамдар дегендей аватар жасалған. И блогердің де аудиториясын қараймыз да, мысалы, оқып жатқан аудиториясын енді көп қой сервистер өзіңіз де білесіз, мысалы. Сол арқылы блогер тексереміз алдын ала. Егер біздің целевой аудитория келетін болса, содан жарнама аламыз. Енді ол кезде де біз блогермен бірігіп отырып жазамыз да, ол да өзінен де сұраймыз. Кейбір адамдар, мысалы, блогерден тупо реклама жасашы дейді, бірақ нақты жазып бермейді да, мынаны айт, менің мынандай компаниям туралы мынандай сөз айт дегендей. Блогер де өзінің айтпайды да, менің аудиториям мынандай деген. Екі ара просто реклама ала салады, и эффект болмайды. Өйткені екі жақта кәдімгі вовлеченно кіріспеді да рекламаның дұрыс жүруіне. Ал екі жақта кірісетін болса, онда эффект болады. Түсінікті. Қалай ойлайсың, мысалға бар ювелирный бизнес бар, допустим, немесе бар инфобизнес, немесе бар киім дүкені, допустим, да. Бір SMM менеджер базовый біліммен ананда мынанда істей ала ма? Или мысалға, допустим, ювелирканы істеп жүрген SMM менеджер бар киім дүкенін алып кете ала ма? Ал менің өзім енді, менің опытымда енді ол адамның SMM-шіктің мышлениясіне де байланысты да, оның опытына, несіне қарауға болады да. Өйткені біздің қолданып жатқан барлық инструменттер, бірақ SMM-шіктің іштегі өзінің ойлау қабілеті да. Ол бекер маркетолог деп аталмайды, ол бекер сол саланың маман деп айтылмайды. Одағы главный маркетинг стратегияны дұрыс құрай білетін болса, ол зергерліктегі опытын да басқа сол ұқсас. Өйткені барлығы да, мысалы, зергерлікте бізде, мысалы, клиент керді, көрді, заказ берді, по-любому ұқсайды да, киім дүкенде де ұқсайды. Ол егер ар жақта жақсы кейс болатын болса, мына жақта да жақсы результат береді деп ойлаймын өз басым. Сол маманның жауапкершілігі мен маманның өзінің бір несі сияқты деп ойлаймын, андай өзінің жұмысына қызығушылығы. Өйткені мынандай ғой, мысалы қараңыз, бір жұмысты істеді, жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы зергерлікті істеп инфобизнеске келіп жасайтын болатын болса, ол бірінші мынаны полный разбираться ету керек сияқты да. Екінші жақ переключаться еткен кезде полный разбираться ету керек та. Өйткені именно сол маман компаниямен көрерменді, жаңағыдай клиентті байланыстырып отырған көпір. Ол көпір мысалға мына жақтағы узкий көпірді алып келіп мына жаққа қарай қоя салатын болса, әрине ол болмайды. Сондықтан ол мынау көпір қандай болу керек деген ұғымды бірінші ол басында қалыптастырып алу керек та. Содан кейін жұмыс. Яғни бәрібір мысалы жаңа салаға келетін болса, инструменттерін алып келсін, бірақ ана жақтағы жұмыс істеп тұрған нәрсе нақты жұмыс істемей қалуы. Иә. Норда бой заново это все придумывать. Иә. Енді менің өзім жалпы енді тек маркетинг болғанымен менің өзім производствоның әрбір процесін толық білемін да, мысалшы. Ол қандай градуста ериді күміс, қалай жасалады мысалшы. Өйткені сен өзің жасап жатқан, сатып жатқан продуктыңның толық білмейтін болсаң, сен маркетингте дұрыс айта алмайсың да, өзіңнің аудиторияңа дұрыс жеткізе алмайсың оның құндылықтарын. Сол секілді мен енді Сәкет айтып отыр, маркетинг дегенмен мен де мысалы толыққанды күміс қалай жасалады, қалай сатылады мысалшы, сол арқылы білем деп айта аламын да, сол арқылы бізде инструменттер шығып отыр. Меніңше, 3 жылда былайша айтқанда 5 миллион теңге таза пайда келетін кәсіп жасау, ол өте үлкен жұмыс, өте жақсы нәтиже. Бірақ сондай болу үшін белгілі бір этаптан өту керек. Не знаю, там бір банкротство болған шығар, кейбір жерлерде плотно қаралған кездер болған шығар, қайғырған кездер болған шығар. Бір сондай моменттер бар ма? Қатты қиналып, осы жол мен жолым емес шығар, бәлкім басқа біреуге айналыссам қалай болады екен, бір моменттер болды ма? Енді қараңыз, жаңа біз айтып жатырмыз ғой, қазір мысалға жалпы айтпай 10 жыл болды жұмыс жасап жатқанымызға. Ал бірақ уже инструменттер қолданып, жаңағыдай по правилам жұмыс жасап жатқанымызға 3 жыл болды. Оның алдында 7 жылдық опыт бар да. Осы 3 жылда біз Құдайға шүкір ашылып бастаған кезде басында 2 ай 0-ге жұмыс жасадық. Содан кейін барып, қазір статистикаға қарасақ, динамичный өсіп келе жатырмыз. Шүкір әлі бүйтіп төмен түсіп кеткен жоқпыз. Тек қана осы карантин кезінде ғана 50% түсті. Оған дейін тек қана жоғары қарай рост болып келе жатыр.
тұлғалық болсын, компанияның өзінің росты болсын, солай болды. Өйткені менде оған дейін банкрот болған. Оған дейін банкрот болды. Сол моментте ол банкрот қалай болды? Яғни нарықты зерттемеудің кесірінен болды да. Біз бір білезіктің түрін жасап жүрдік. Ештеңені зерттемей, сол білезікті ұра бердік. Менің ойымда андай болатын да, сол бір білезік мені бір өмір бақи асырайтын сияқты болып қалды. Сол бір бұйымның түрі деп айтайық. Сол бір бұйымның түрі мені бір өмір бақи асырайтын сияқты. Аламдағыны сол жақтың көбірек жасалуына команданы жинаймын. Соңына келген кезде бір күні ол ешкімге қызық емес болып қалады дағыны, сұраныс жоқ болып қалады. Сол кезде кәдімгідей түсіп кеткен кездер болды. Түсіп кету деген қанша болды цифра? 0. Минус болған жоқ. Өйткені сұраныс жоқ. Жоқ, сіздерде минус болған жоқ. Минус болған жоқ. Минус болған жоқ, бірақ 0 болып қалды кәдімгідей. Сонымен енді сол опыттарды алып, соларды қазір уже инструментпен жұмыс жасап жатқан кезде соларды болдырмауға тырысып жатырмыз да қазір. Енді алдағы жоспар қандай? То есть, компанияны қаншалықты көтергілеріңіз келеді, қандай деңгейге шығарғыларыңыз келеді? Қазіргі таңда біздің қазіргі мысалға жұмыс жасап жатырмыз қазір, иә? Яғни бірінші қай жақтан қалай келеді? Біздің нарықта біз сияқты жасап жатқан конкуренттер өте көп. Бірақ жұмыс жасап жатқандарына, кейбіреулерінің жұмыс жасап жатқандарына қарап қарның ашады. Өйткені әйтеуір көшіріп қоя салу да, көбісінікі қарайды, мынау былай істеп жатыр екен ғой дейді, алады да басын қатырмайды. Алады да қоя салады. Бірақ оның артында сен не үшін жасап жатқаның бар ғой? Мысалға біз бір затты істеп бастайтын болсақ, оны екінші жасау керек, болашақта жасайтын нәрсеге алып келетін бір ол да бір құрал да. Ол көшіріп жатқан адам оны түсінбейді. Алады да бет жағын ғана көшіріп алып, соны қоя салады деген сияқты. Біз қазіргі таңда осы өзіміздің қазір жасап жатқан бизнестің моделін сатуды бұйыртса бастаймыз. Одан кейін ала бұйыртса енді офлайн точкаларды ашу мақсатта бар. Модель дегеніңіз, яғни франшиза, иә? Франшиза деген емес, ол модель деп айтамыз, өйткені біз атымызды бермейміз ғой. Яғни полный техника біз қалай жасап жатырмыз, біздің сфера болады, біздің техника болады, тек қана өзінің атауы болады. Брендинг болмайды. Өз бренді болады. Түсінікті. Шәке, сіз қазір бұл саладан бөлек, қазір инфобизнеста да біраз көрініп жүрсіздер, иә? Жолдасыңызды шығарып, біраз курс жасап, карантинде біраз жұмыс жасады негізі. Қалай болды жалпы? Бұл қашан басталды? Қалай болды? Не әсер етті бұл? Сонымен сұраған келіп жүреді деп па. Жұмысқа көп келмей жатыр. Карантинді таппай қалды Шәке. Енді негізі шыны керек, карантин бізге енді өте жақсы әсер етті деуге болады. Өйткені адамдар онлайнға көбірек сене бастады да. Мысалы, онлайн курстары бар, мысалы, енді нарықта білесіз. Онлайнға жалпы сатып алу, онлайнды көру, онлайн арқылы бұрынғыдай адамда шектеу жоқ, бұрынғыдай қорқыныш жоқ та онлайнда мысалы. Адамдар қорықпай көре алады, қорықпай ақшасын төлей алады, бір сөзбен айтқанда. Сол моментте енді өзімнің жарыммен бір жоба бастадық. Жоба дегенде, енді менің өзім әйелім бұрыннан 3 жыл болды негізі визажист болып жүргеніне, осы салада жүргеніне. Енді бұрында өзі мастер болып, бір кісінің командасына жұмыс жасайтын. Енді біз ол кісіні полный упаковка жасап, осы онлайнға алып келдік курс ретінде. Ол жақта енді Аллаға шүкір продажа өте жақсы болды, сатылым жақсы болды. Енді ол жақта қолданылып жүрген, жалпы көріп жүрген инструменттердің барын ол жақта да дұрыс қолданыла білдім де. Өйткені мен де сол саланы шет жағасынан бұрыннан біліп жүретінмін да. Қалай жасалады, нарықта кімдері бар, нарықтың объемы қанша деген сияқты. Сол арқылы жасалған проект болды. Қанша таптыңыздар? Енді орта есеппен примерно 5-6 миллион айналды. Қанша уақыт аралығында? Бір айда деуге болады. Бір айда 5-6 миллион, 5 миллион. Бір айда 5 миллион. Инфобизнес арқылы. Инфобизнес деуге болады. Инстаграм қаншалықты әсер етті оған? Инстаграм енді 90% Инстаграм болды ғой, трафиктің өзі. Қазір бізде андай енді мифтар бар ғой, мысалы Инстаграмда жүргендердің барлығы там сетевой, лохотрон деген сияқты ше. Болмайды. Просто живой кейс, мысалға Джевелюкс болса да, Джевелюкстің основной каналы ол Инстаграм, иә, клиент әкелген канал. Яғни ол жерде біз айына 5 миллион табысты Инстаграм арқылы деп айта аламыз. Әрине. Иә, айта аламыз. Әрине. Сізде то же самое, то есть инфобизнес, бірақ айына 5 миллион Инстаграм арқылы деп айта аламыз, иә?
басында маған осы инстаграмды негізі баста деп айтқан кезде мен үшін бір андай бір ол бір миф болатын да, жаңа миф деп айтып отырсыз ғой, өтірік нәрсе да. Ой, анау мынау ол жақта болмайды деген сияқты ше. И отырамын да, тек қана жаңағыдай ешқандай сурет жоқ болады, бір ғана сурет болады, әйтеуір бір клавиатураның жанынан түсірген бір сурет болады да, өзім ол суретім емес ше. Отырасың да, әшейін уақытыңды бекерге құртып отырасың да. Сол ол кездегі мен қазіргі менің енді күлкім келеді да, ол жақтағы қазір ойлап қалсам, сол жақтағы ойларыма мен күлкім келеді да. Ештеңеге сенбейсің, әйтеуір біреу бірдеңе істеп жатса, ол бұрыннан біледі, бір нәрсе андай мен өзім алып кете аламын деп кішкене сенбейтін да басында ше. Ол біреуден үйреніп алған, анау біреу көмектескен деген сияқты сылтаулармен әйтеуір өзіңе бір ақтау табасындағыны отыра бересің деген сияқты. Бір күндерде бір сондай бір не келді, енді жұмыс жасау керек болды, өйткені шынымен де ақша жоқ болған кездер болды. Сол кездерде ақырын алып бастаған кезде уже көз ашыла бастайды да. Тек қана просто алу керек екен да, бір шаг жасау керек екен болды. Ал жаңағы бұрынғы Самат пен қазір Саматтың айырмашылығы, и қазір Самат қалыптасуына көп нәрсе білетін, айына 5 миллион теңге табатын, Camry 70 бар, мықты Самат қалыптасуына жалпы бір қандай әрекеттер жасалды? Бір оқу, даму, курс болсын, бір пошаговый бір алгоритм бар ма? Пошаговый алгоритм деген жоқ шығар, бірақ андай бір не бар да, желание бар да. Яғни андай болады, басты мақсатың ақша болмау керек та. Басты мақсатың бір деңгей деп айтайықшы. Яғни бір деңгей болатын болса, сен осы деңгейге дейін өскім келеді дейтін болсаң, сен әрбір соған дейін баратын жолда кайфовать етесің да. Мысалға жаңағыдай айтып отырық қой, басында жиналысты қалай не үшін жасау керек екенін түсінген кезде одан кайфовать етесің. Мысалға жиналыс жасап бастайсың, сен жиналысында мысалға командаң кәдімгідей бір үлкен бір мотивация алатын, жұмысқа деген бір үлкен күш алады мысалға. Одан бір кайфовать етесің, әр процесстен кайфовать етесің да. Сол ең маңызды жері деп ойлаймын негізі. Ал осылай нету үшін бір алгоритм, яғни определенный количество кітап оқу керек, мынаны істеу керек деген ол енді адамның әркім өзіне байланысты сияқты. Енді жалпы анау алгоритм болмаса да бір бағдар бар болуы мүмкін ғой. Яғни Енді қараңыз, желаниядан бөлек, желание бар, мен бір состояниеға барғым келеді. Бірақ ол үшін не істеу керек? Ол үшін не істеу керек? Ол үшін сол сен бағытыңды естен шығармай әрдайым соған қарай қадам жасау керек та. Ол біреулер болады мысалға, барлығы қалайды. Негізі қазіргі отырған адамдардың, көріп отырған адам, үйінде жүрген адам, барлығы жақсы өмір сүргісі келеді, жақсы жерде жүргісі келеді деген сияқты. Жақсы жерлерге қыдырғысы келеді, бірақ әрекеті қалауымен сай келмейді да. Қалайды, бірақ үйде жата береді деген сияқты. Осы қандай әрекеттер жасау керек енді? Өзіңді дамыту жолында ол міндетті түрде кітап оқу керек негізі. Кітап өйткені ол бір адамның өзінің ойын кітапқа түсірді да. Бір адамның кәдімгі ойын сен мысалға сол кітап арқылы оның жаңағы нелерін, бұрынғы болған дұрыс жасаған әрекеттері бар, дұрыс емес жасаған әрекеттері бар, солардың барлығымен бөліседі мысалға. Кітап оқу керек, міндетті түрде ол көбісі мысалға қазір тренинг жүргізіп жатыр, оған біреулер қарсы шығады ғой. Өйткені енді олар өздері, наверное, сол бір нелерден мақсаты болмаған шығар. Арнайы бір тренингке қатысу, одан мақсаты болмаған шығар, одан бір әсер алмаған шығар. Менің өзіме оның тренингтердің өзі үлкен әсер етті. Ол міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Енді сұрақ, қанша кітап оқыдыңыздар? Примерно жобамен. Или там жылына мен қанша кітап оқимын десек. Мен мысалға білемін өзім жылына қанша кітап оқитынымды. То есть бір стабильный бір не бар, цифра бар. Мен либо содан көп оқимын, либо соның деңгейінде оқимын. Мен даже бір жылда рекорд жасаған кездерім болған, именно, то есть менің өмірімдегі ең қатты прогресс болған жыл, ол мен шынымен кітапты өте көп оқыған жыл екен да, прям рост өте қатты болған. И жылына стабильно, допустим, 50 кітап менде ол как минимум. То есть минимальный потолок сондай, 50 кітап жылына как минимум болады. Мынандай бір не бар да, бізде сіз мысалы қазір айтасыз, жылына 50 кітап оқимын деп ше. Оны көрген адам солай қабылдап қалуы мүмкін да, яғни мен жылына 50 кітап оқысам, мен мықты дамимын. Ялаттағыны ойбай мен жылына 50 кітап оқуым керек деген сияқты. Бірақ басқа әрекет жоқ. Басқа әрекет жоқ. Жарайды, ол жылына 50 емес 100 кітап оқыса да дамымай қалуы мүмкін деген сияқты ше. Ол жерде кітаптың количествосына байланысты емес деп ойлаймын да. Яғни кітап саған маңызды, кітап саған үлкен көмек береді.
когда сол кітаптың мағынасы сол моментте саған керек болып тұрған кезде. Яғни сен управление бойынша бірдеңені түсінбей жатсың ба, соған байланысты кітап алып келді, соны оқы, содан үлкен әрекет болады. Ал бізде жаңағыдай да кітап определенный осындай количество кітап оқу керек екен дейді дағыны, оны жылдағы айларға бөліп тастайды деген сияқты. Енді ол мындай ғой, қараңыз, кітап оқу просто бір бағыттағы әрекет. Бірақ мен ойлаймын, кітап оқыған адам, егер енді басында шынымен миы болатын болса, кітап оқыған кезде бір жаңа ой алып, инсайт алып, дополнительно әрекеттер қосыла береді. Иә. То есть бір кітап оқыған, ертең ол қосымша там уже пайдалы фильмдер қарауы мүмкін, допустим. Кей кезде болады. Бүгін қолданбаса да ертең қолданатын кездер болады. То есть ол в любом случае бір прогрессқа алып келетін сияқты негізі. Өйткені мынандайда мен кәсіпкер достарым бар. Мен бастаған кезде оның почти там 300 миллион оборот болған. 300 миллион оборот бар. Бірақ кітап оқымайды. Басқа әрекеттің барлығы бар, кітап оқымайды. Қазір разница оның табысы максимум 1,5 миллион айына. Арада бір 2 жыл өтті, оның табысы айына максимум 1,5 миллион, менікі там выше 5 миллиона болуы мүмкін да. Разница сол әрекеттеріміз бірдей, бірақ оныкі күннен күнге ескірген, жұмыс істемейтін әрекеттер. Уже наоборот кішкене негатив көбейген, там ренжіш пайда болған, өсіп кеткен бала қарап қызғаныш пайда болған. Ал басындағы әрекеттеріміз бірдей. Менікі бір әрекет плюс көп болды, ол кітап оқу. Қалған бәрі бірдей. Бірдей курсқа барамыз, бірдей тауар аламыз деген сияқты, бірдей бизнес жасаймыз, нишамыз бір, бірақ разница сол кітапта ғана болған да. Басында негізі жаңағы өзім осы инструментпен жасамай тұрған кезде басында мен күлетін кітап оқитын адамдарға. Сондай бір моменттер болатын, мен айтатын, мынау оқымысты оқып кеткен ба деп ше. Сен оқымыстысың ба, анау деген сияқты сондай бір прикол ұстап не болатын. Бір күндері ең бірінші оқыған кітабым, ең бірінші мен қатысқан тренингім, ол екінші болма болатын да. Ол бірінші, екінші болманың тренингі болды ғой. Осы жерде Қуаныш аға айтып өткен, Қуаныш аға Алла разы болсын сізге деп. Қараңыздаршы, шәкірттеріңіз қандай отыр. Айына 5 миллион теңге табысы. Сол моментте басталды, кәдімгі интерес басталды да. Оказывается, сондай бір жаман емес екен ғой деген сияқты ше. Тренингке қатысқан, кітап оқу деген нәрсе соншақты бір жаман емес екен ғой деп. И при этом еще өзіңнің жұмысыңа соның бір әсері тиіп жатса, өте бір көп плюстар алға болады ол кітаптан негізі. Сол Қуаныш ағаға отдельно рахмет. Және негізі ол кісі шынымен көп адам өмірін өзгертті ғой. Жалпы бізде Қуаныш ағадан бөлек бар көптеген бизнес тренерлер бар. Мен есімде сіз Аманжол Рысмендиевқа тоже барып жүретінсіз. Иә. Неге бармай кеттіңіз? Енді ол жақта формат қайталана берді да. Яғни бір беріп жатқан нәрсесін әр тренингтарда тура соны алып қоя береді екен. Бір, екеу, үшеуіне барып көргеннен кейін мен түсіндім, болды, ары қарай аларым жоқ деген сияқты. Кейбір тренингтер болады, мысалға бір арнайы кісінің тренингтері болады. Әр сабақтары әртүрлі. Әртүрлі тақырыпта, әртүрлі бір бағытта деген сияқты. Яғни өзіңе керек болғаннан кейін барасың соған. Шәке, сіз Қазақстанда қазақ тілді именно әлеуметтік желідегі маркетинг болсын, в целом маркетинг болсын, кімдерді оқисыз, кімдерді қарайсыз, қандай кітап, может, кеңес бересіз халыққа. Мында біз андай бар да, көп адамдар әлеуметтік желідегі маркетингқа келген кезде тек қана там упаковка аккаунттарына сумен шектеліп қалады да. Өкінішке орай. Бірақ негізі ол бір өте үлкен сала, ішінде өте көп инструменттер бар. Сол бағытта кімді оқуға кеңес бересіз? Мейлі Қазақстан болса, шетелден болса, кімді қарауға кеңес бересіз? Өзіңіз кімді оқисыз? Кімді мойындайсыз? Енді қазақ тілді аудиторияға келетін болсақ, енді бізде де соңғы осы жылдары осы маркетингті оқытып жүрген, үйретіп жүрген өзіңіз барсың, мысалшы, осы салада. Жоқ, менен бөлек сұрады. Сіз айта аламын, мысалы, мен өзім сіздің посттарыңызды постоянно оқып, мысалшы, өзімнің кәсіпкер достарыма жіберіп, мысалшы, осы инструменттерді қолдарыңдар, осы курстарды өтіңдер дегенде айтып жүремін. Одан бөлек енді менің өзім негізі трендтерді, нелердің барлығын көбіне шетелден алады екен өзім қарасамшы, өйткені сол жақтың нарығын анализ жасаймын да, мысалшы, қалай болып жатыр,
қандай рекламный ходтар өтіп жатыр дегендей, мысалы ол жақтағы бренд амбассадорлар бар, ол жақтың мысалы лидер мнениялар бар, олар қалай жасап жатыр дегендей. Енді көбіне мен неге келетін болсақ, маркетинг жағына келетін болсақ, Игорь Манн бар мысалы, ресейлік мықты. Маркетинг бойынша кітаптарын мен тауысқам, мысалы сол кісінің курстарын ұсына аламын. Енді қазақ тіліне келетін болсақ, енді сапалы жүйеленген түрде сіздің курсты ұсына аламын. Басқа енді курс көрмедім мен полноценный қазақ тілінде. Неге? Мен айта аламын. Енді одан бөлек енді өзіміздің өзі көрмеген әлі. енді өзім опытымнан ғана айтамын ғой, енді сіз өзіңіздің опытыңыздан айтасыз деген сияқты. Одан бөлек инфобизнес ішінде маркетинг бар, ол жақта енді біздің Шомбой онлайндағы курстарды айта аламын да. Нағыз осы заманауи түрде сапалы контент берілген Шомбой онлайндағы курстар еді. Оның ішінде біздің өзіміздің ұстазымыз, менторымыз Мейірбек мырзаның курстары бар, мысалы маркетингке қатысты. Одан бөлегенше ішіндегі сату өнері бар, мысалы оның барлығы бір-бірімен тікелей тығыз байланысты салаларда. Анау болмаса мынау болмайды, мысалы маркетинг болмаса сату болмайды, сату болмаса маркетинг болмайды деген сияқты бір-бірін толықтырып отыратын курстар. Сіздің бизнесіңіз үшін маркетолог маманы немесе жалпы маркетинг саласы қаншалықты маңызды? Бұл біздің ғана емес, барлық салаға негізі маңызды деп ойлаймын. Бірінші орында деп ойлайсыз ба? Бірінші орында. Себебі былай болады да, бизнес бар, бизнесті аштың, жасадың. Осы уақытқа дейін қалай болды бізде, мысалы, кафе ашсын, любой бизнес ашса, маркетингтары мы открылись деген жазудан бітеді. Мы открылись деп қойды болды мысалға да. И как будто ой андай болатын сияқты да, біз ашылдық деген жазу болатын болса, адамдар сұмдық өздері келе береді деген сияқты ше. Сол үшін де, яғни сен жұмысты аштың, бастадың, енді сен оны жұмысқа көрсету керексің ғой. Мысалға, анау көршің үйіне бар тоқылдатып айтсаң да мысалға, ей мен мына жұмыс бастадым, мына көресің ба деген сияқты, каталог апарып беріп деген сияқты. Қазір енді оның барлығы жеңілдетілді ғой. Инстаграм бар мысалға. Көп бір секундта мысалға мыңдаған адамға көрсетуге болады. Сондықтан ол прям өзегі нақты керек салада ол. Бүгін ғана осы тақырыпта пост жазған болатынбыз. Яғни кеше тіпті. Мынандай бір картинканы байқаймын да, соңғы 6 айда осы жалпы өзіміздің киім сату саласы бойынша анализ жасай жүріп, бір екі проблема байқадым да. Біріншісі, киім дүкенін ашқысы келетін адамдар бар, и ашқан адамдар бар. Екеуінде де либо киімді қайнылау алу деген нәрсені бір глобальный проблема алады, хотя бір өте банальный нәрсе. Екіншісі, киім дүкенін ашып алғаннан кейін балыққа барып қармақса қойған сияқты да, балыққа бутинесін ашып қояды да, болды, кім келеді екен бүгін депші. Кім келеді екен бүгін депші. Арасынан дұғасын оқып қояды, не знаю там, ана жаққа ақша іліп қояды. Киім жатса бір ренжіп қояды арасында. Тұз сеуіп қояды деген сияқты. Бірақ болмайды продажа. Енді бұлар Инстаграм арқылы киім дүкеніне клиентті алып келу керек екен, түсінеді, біледі, көріп тұр басқалар істеп жатқан, істемесе өздері істемейді. Маман жалдайын десе, именно сол салада Инстаграм арқылы жүргізіп, сатып жүрген, яғни бір именно фрилансер болсын, SMM менеджер болсын, жоқ. Мамандар жоқ. Маман жоқ. Маман жоқ, иә, маман жоқ та. Маман жоқ. Сондықтан шынымен негізі ғой, бізде мүмкіншілік нарық өте үлкен, көп ұсыныс жоқ болып жатыр да. Одан кейін менен ана нәрсе болған, сіздерде енді 5 миллион жетпес бұрын бірінші миллион жарым деген табыстар болды ғой енді. Алғашқы мені тапқан кезде кішкене бір қуу деген нәрсе болған жоқ па? Ё-моё, миллион ұстадық қой деген сезім болған жоқ. Андай переходной момент. Вот кеше менде миллион болған жоқ, бүгін миллион түсті. Переходной бір момент болған жоқ па? Сезім, ощущение миллионермін деген. Жоқ, ондай бір мен өз басымда ондай бір не болған жоқ, негізі бар ғой, бір вау деген даже бар. Өйткені мен даже біреулерге бүйтіп, мен миллион таптым, анау ондай әңгіме де болған жоқ ше. Өйткені менің қалауым одан жоғары болатын да. Мен мысалы ол моментте 3 миллион қалайтын да. Миллион, ол так себе бір, әйтеуір бір соған менің қалауыма апаратын бір ступеньканың әйтеуір бір несі болды да, жолы болды да. Сондықтан бір вау деген бір особо бір не болмапты. Шәке, сізде бір айда 5 миллион тапқан кезде инфобизнестен қандай реакция болды? Енді реакция дегенде біз оған дейін де соның айналасында жүргеннен кейін бір особо қатты не болды деп те айта алмаймын. Біз ол сумманы өсірудің жолдарында
примерно ойлап отырмын. жоқ, мен қарасам ше, екеуміз де қарапайымсыздар да, сол менен миллион тапқан кезде кәдімгідей болғам, негізі мен біраз қуғам, миллион жарым тапқан кезде кәдімгідей патологқа тірлік қап, анау миллион жарым табыс тауып жүрген кезде уже мен қуаныштың дәмін сезінбей біраз қуып бастағам негізі ше. Менде андай ощущение болды да. Неге әлі миллион деген ше? Неге сразу 3 миллион емес деген да. Ана нәрсе мен сізде точно білем болған ол нәрсе. Патологқа тіреліп, ары қарай бір жаңа нәрсе іздеп, кішкене потерянный состояние болған, иә. Қалай болды? Ол сол нәрсе қайдан келді? Ол нәрсе не үшін болды? Оған ақша әсер етті ма? Ол бір, иә, особенно осы қазіргі не карантин кезінде сондай бір моменттер көп болды да. Басында қалай болды? Жұмыс вроде бы жүріп жатыр. Яғни біз конкуренттерге қарасақ, бәрі тоқтап жатыр. Біз қандай жұмыс жасап жатырмыз деген сияқты. Результат қарасақ бар. Ол ақшаның түсі обороттың 50%-ке түсіп кетуі емес оған әсер еткен. Ол моменттерде бір жаңағындай не болды да. Өзің үшін емес, біреу үшін істеген сияқты бір сондай бір нелер болды да, моменттер болды да. Яғни осы уақытқа дейін жаңағы 3 миллионға жеткім келеді, 5 миллионға жеткім келеді, 10 миллионға жеткім келеді деген нәрселердің барлығының түбінде, түпкі жағында ол цель қаяқтан пайда болды деген сияқты ше. Ол цель, яғни біреуге бірдеңке доказать еткің келген сияқты. То есть сондайдан пайда болған сияқты. Соны дәлелдегеннен кейін ағарай уже бір жеңілдеді. Жеңілдеп қалды ма? Бір андай болады ғой, бір тісің ауырып тұрады да. Сосын стоматологқа барасың, тарс тісің жылған кезде анау жібереді ғой. Тура сондай болады. Одан кейінгі жоспарыңыз бар ма еді? То есть дәлелдегіңіз келді, дәлелдедіңіз. Иә. Одан кейінгі жоспарыңыз бар ма еді? Алдыңғы жоспар дәлелдеу еді. Дәлелдеу еді, иә. Одан кейінгі жоспарды сол моменттен бастап құрдық қой негізі. Біраз потеря болған жоқсыз ба? Потеря болды, яғни ол бір моменттерде жаңағыдай не андай смысл жоғалып кетті ма? Иә, ештеңке. То есть не үшін істеп жүрмін деген сияқты. Жеттің, мысалға алғың келген нәрсе алдың, жеткен келген жерге жеттің. И дальше не ал, иә. Кімге не керек мысалға ше? То есть кімге не дәлелден келді деген сияқты осы жерде. Момент просто ол жерде түсіну керек сияқты да, негізі моментом, яғни вовремя түсіну керек та сол нәрсені, ары қарай қуып кетпей. Әйтеуір Құдайға шүкір, қасымдағы айналамдағы адамдар біраз көмектесіп, өзіңізбен де біраз әңгіме болды. Әйтеуір сол нәрсені түсініп, момент ары қарай келесі қадамдарды определять ете білдік та. Түсінікті. Көп адамдар бізде миллион табады дегенге бір вау деп қарайды да. Қазақстанда, в принципе, Инстаграм арқылы миллион теңге айына табу қаншалықты жеңіл, немесе қаншалықты қиын? Негізі мен ойлаймын да, Инстаграм дегенді ол бір приложение болсын, бір уақыт өткізетін жер деп қабылдамау керек та. Енді әркім әртүрлі қарайды, бірақ андай сенің клиенттерінің шоғырланған жері деп қарауға да болады да оны ше. Өйткені бәріміз отырамыз Инстаграмда. Біз де біреудің клиентіміз. Біз Инстаграм арқылы бірдеңке алып жатырмыз. Сол сияқты негізі Инстаграм прям ең маңызды, қазіргі таңда ең маңызды несі. И ол соншақты бір қиын емес негізі. Миллион табу қиын емес. Соншақты қиын емес. Егерде желаниямен, дұрыс әрекетпен жаз. Енді осы орайда мысалы сізде айтатын Инстаграм бұл сауда орталығы, бір онлайн базар деуге болады ғой мысалы. Базарда сатып алушы көбейген сайын, мысалы сатушы көбейсе, сатып алушы да көбейеді да. Мысалы басында базар кішкентай болады. Значит, ол жақта сататын адам да, сатып алушы да аз болады. Базар үлкейген сайын, ол жақтың нарығы да үлкейеді. Енді жылдан жылға қосылып жатыр ғой. Мысалы, карантиннің өзіне қаншама адам Инстаграмға кіріп кетті, мысалы, қанша адам тіркеліп жатыр. Жалпы мысалы бұрын 18 бен мысалы 35 аралығында болса, қазір 45, 50, 60-қа дейін адамдар Инстаграмда отырады да, мысалы. Значит, сатып алу адамдағы үлкейіп жатыр, нарық үлкейіп жатыр. Жылдан жылға сенің клиентің көбейіп жатыр да, азаймаса ше. Сол үшін конкуренциядан да неден де қорықпау керек. При этом конкуренция аз негізі Инстаграмда, иә? Негізі аз деуге де болады мысалы ше. Өйткені сапалы жасап жатқан, кәдімгідей кірісіп жатқан компаниялар да аз ғой негізі. Яғни ол аз деп жатқаны қолданушылармен нақты әрекет жасап жатқан адамдарды салыстыратын болсақ, нарық әлдеқайда көп, ал әрекет жасап жатқан адамдар өте аз. Сондықтан мүмкіндік негізі спрос 100% болатын болса, жауап атқандар бір 30-40 қана болуы мүмкін да. Мысалы. Сол сияқты болып тұр ғой.
егер қазір 5 жыл бұрынғы Саматқа немесе Шалқарға сәлемдеме жолдауға или айтуға мына жер былай істе, былай жер былай істе деп айтуға мүмкіндік болатын болса не айтар едіңіздер? Мысалға мен айтар едім сразу 5 жыл бұрын Бақытбайға. Сразу инстаграмды оқы деуші едім. Сол кезден бастап инстаграмды оқушы едім. Қазіргі біз менің немде де дәл сондай ғой. Өйткені маған әрекет жасағанға дейін қаншама уақыт айтылды да, яғни қаншама уақыт бекерге кетті деген сияқты ше. Әрекет жасай беру керек. Біз бүйтеміз ғой, мысалға бір әрекет жасаймыз, болмай қалса тоқтап қоя саламыз. Максимум екі әрекет жасауымыз мүмкін да, мысалға. Сөйтеміз да тоқтап қоя саламыз. Әрекеттен қайтпау керек. Ол бір дәл қазір мысалға сәлемдеме жолдау керек болса, сол Инстаграмды көп ойланбай қолға алу. Өйткені қазіргі результатқа Инстаграм үлкен әсер етті. Мен де енді қазір мысалы жасым 21-де 5 жыл бұрынғы Шалқарға айтатын болса, ол 16 жасар жасөспірім болуы мүмкін да. Оған айтатын ем, дамы, өз, көр, тәжірибе жина деп ше. Өйткені өмірдің өзі тәжірибе да бізде мысалы. Көреміз, бірдеңе болады, содан мысалы бір гипотеза болды, оны іске жасап көресің, артынан тәжірибесі, опыт болады деген, сол өмірдің өзі сол да. Біз біткенше мысалшы сол сияқты өмір сүреміз енді. Инстаграм келетін болсақ, Инстаграмды баста деп айтатын ем, өйткені ол былай да, ал былай өмірге келетін болсақ, постоянно дами бер, қорықпа, істей бер деген айтатын ем да. Одан кейін андай нәрсе бар, эгоны сындыру да. Иә. Мен соны айтар едім негізі. Өзіме 5 жыл бұрынғы Саматқа поскорее эгоны сындыр деп ше. Мойындауды баса деп па? Иә. Барды бар деп қабылдау керек та. Иә. Бізде ол кезде қалай болатын, мысалы анада бар десе, ой, там өйткен ғой, ана көмектескен ғой деген сияқты. Өзіңе оправдание да оның барлығы ше. Мынау эгоны сындырып, үйренетін жерде үйреніп, моментті дұрыс қолданып, солай жүру керек та негізі. Қазір сіз компанияның маркетологы, сіз компанияның басқарушысы ретінде ма жұмыс, иә? Аудиторияға, біздің оқырмандарға, көрермендерге именно әлеуметтік желідегі маркетинг болсын, целом маркетинг болсын, 1-2 кітап кеңес бере аласыз ба? Мынаны оқыңыздаршы, мынау пайдалы ішмен маған әсер етті, 1-2 кітап. Енді қазақ тілінде енді маркетинг бойынша кітаптар жоқ деуге де болады. Маңызды емес, орыс тілі болса да. Орыс тілі болса да. Енді бізде в основном қарайтын қазақша аудитория болғаннан кейін, қазақша бағанағы өзімізде бағана айтып отқан курстардан өткенін қалаймын да. Кітапқа келетін болсақ, енді бағанағы мен өзім Игерманның основы маркетинга деген кітап бар. Жалпы соны айта аламын. Одан бөлек мысалы, енді кітаптар көп қой, қазір ойыма келмей тұр, бірақ енді соны айтатын ем да. Негізгі сол жалпы ол жақта инструмент емес, жалпы мышление қалыптастыруда, жалпы ойлай білу да. Сатушы болып ойлай білу да, мысалға, мына адамның потребностін жабу деген сияқты. Игерман основа маркетинга. Жақсы. Сәке, сіз қандай кітап кеңес бересіз, именно басқарушы ретінде, кәсіпкер ретінде? Бір-екі кітап тоже айтсаңыз. Кімнің? Ицхак Адизистің идеальный руководитель деген кітабы бар негізі. Көп алатыны көп ішінде ше. Егер де шынымен де мысалға управление жағында қызығып жүрген адамдар болатын болса, дәл сол кітапты оқыған дұрыс деп ойлаймын. Одан кейін оның алдында мен енді оқығам қатты осы управление жаққа қарай. Жоқ, управление емес, жалпы бір неде ақшаны дұрыс қолдану, дұрыстау деген сияқты жаңағы хит болып жүрген кітаптар бар ғой. Богатый папа, бедный папа бар. Одан кейін жаңағы человек, который монах, который продал Феррари бар. Ол самый богатый человек в Вавилоне де бар. Жоқ, ол кітаптардың бәрі әдемі кітаптар, мен де оқығам. Сәке, Шәке, рахмет, Алла разы болсын. Бүгін келіп, біраз сұхбат беріп, біздің оқырмандарға, көрермендерге өте пайдалы сұхбат болды деген ойдамын. Өте жақсы ақпараттар айтылды, инсайттар айтылды. Мен өзім көп нәрсе алдым. Сондықтан Алла разы болсын, кәсіптеріңізге береке болсын. Оқырмандарға рахмет. Максимально біздің жобаны қолдап, қарап жүргендеріңізге Самат мырза, Шалқар мырзаның айтқан кітаптарын, инструменттарын, кеңестерін өздеріңіздің кәсіптеріңізде қолданып, заманауи кәсіпкер болуларыңызға тілектеспін. Байланыста болған заманауи кәсіпкер Бақытбай Сабырбеков.